салтанатты көрермен сюжетті тамашалайық. Өздеріңіз түсінгендей, мен бүгін цирк туралы айтам, және ол цирк қарапайым цирк емес, якуттық Гаухар цирк туралы. Мистикалық әрі ғажайыпқа толы шоу «Мәңгілік мұздық жылуы» деп аталады. Бұл шоуда тек қана цирктік емес, сонымен қатар театралды қойылымдар да қамтылған. Біз қазір осы қойылымдардың жетекшісі Александр Посельскиймен тілдесіп көреміз. Александр, мен сізге бір-екі сұрақ қояйын деп едім. Жалпы бұл цирктің тарихы қайдан бастау алды? Қай жылы құрылды? Наш цирк образовался в 1994 году. Біздің цирк 1994 жылы құрылды. Қазір 21 науқанымыз басталды. Біздің директор Расторгуев Сергей мен циркіміздің бірінші президенті Николай Ефимовичтің ниетімен әлемдегі солтүстіктің ең үздік цирк пайда болды. Және әлі күнге дейін еңбегіміз өрбуде, дамуда, гастрольге шығудамыз. Бұл якуттық цирктің қойылымдары да, костюмдері де, тіпті қатысушылары да нағыз сібірлік сарында. Мысалы, бұл бұғының есімі Люба, жасы 4-те. Кішкентай кезінен бастап осы циркке қатысады. Оның цирктің ардагері екендігі көзінен ақ көрініп тұр. Люба, кеттік. Кеттік. Ножки, ножки. Жыл сайын Монаконың Монте-Карло қаласында өтетін цирк фестивалінің жеңімпаздары да дәл осы шоуға қатысады. Біз қазір Евгенийдан арнайы бүгін жексенбі үшін трюк көрсетуін өтінгенбіз. Евгений? Арктиканың үздік әрі Гаухар циркі көңілімді бір сергітіп тастады. Манюшамен де дос болып үлгердік. Егер сіздер қызыққа қанықпаған болсаңыздар, келіңіздер, өз көздеріңізбен көріңіздер. Желтоқсанның 6-сына дейін якуттық цирк Астананың циркі де өз өнерін көрсететін болады. Демалыстарыңыз көңілді өтсін.